Облыс әкімі Ербол Қарашөкеев Меркі ауданына іс-сапармен келді. Аймақ басшысы қазір Қарқара агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмыс барысымен танысуда. Айта кетейік, жалпы жоба құны 228,4 миллион теңгені құраса, егіс көлемі 600 гектар. Оның 200 гектарына қант қызылшасы егілсе, 200-не арпа, қалған 200 гектарына бидай дәні тасталған. Ауыл шаруашылығы, егістік шаруашылықпен дұрыс ғылыми тұрғыда дұрыстап айналысатын болса, табыстары жақсы болады. Жамбыл облысында 2024 жылы қант қызылшасы 11,2 мың гектар жерге егілді. Нәтижесінде 600 мың тоннадан астам өнім жиналып, оның 597 мың тоннасы қант зауыттарына өткізілді. Өткізілген өнім үшін 300-ге жуық шаруаға мемлекет тарапынан 15,2 миллиард теңге субсидия төленді. 2025 жылы облыс бойынша 5,3 мың гектардан 250 мың тонна өнім алу жоспарланып отыр. Құрылғанына 90 жылдан асқан Меркі қант зауытындамыз. Біз татып жүрген шекер осы зауытта өндіріледі. 570-тен аса адамды жұмыспен қамтып отқан өндіріс 2021 жылы қайта құрылған. Айта кетейік, өткен жылы зауыттан 11 мың тоннаға жуық қант өнімі өндірілген. Қазан айында Меркі қант зауытының акционері Дәурен Ердебай 200-ге жуық шаруамен кездесіп, биылғы өнімнің бағасы мен қарыз мәселесін талқылады. Кездесуде зауыт ағымдағы жылғы өнім үшін 13 теңге келісіне төлейтінін, ал мемлекет әр келісіне 25 теңгеден субсидия беретінін хабарлады. Бүгінгі таңда 2,3 мың гектар алқап жиналып, 101 мың тонна өнім зауытқа өткізілді. Өнімді қабылдау кезінде кептеліс болмау үшін әр ауданға арнайы талон мен шектеу енгізілді. Өткен жылғы 2,2 миллиард теңге қарызды өтеу үшін жергілікті бюджеттен қосымша 1,6 миллиард теңге бөлінді. Ал жаңа келісімшарт аясында зауыт биыл шаруалар алдындағы қалған 600 миллион теңге қарызын толық өтеуді жоспарлап отыр.